анаңызды қаншалықты қай дәрежеде ешкім ойламаған, мысалы өлшем бірлік болатын болса, қай дәрежеге дейін жақсы көреміз? Аспан мен жердей. Аспан мен жерде дейді бәрекелді. Дәл осы сұрақ Дина жеңеше. Ата-анамызды, Байжан әкеңіз бен Боранкүлдей өзіңіз анаңызды қаншалықты қай дәрежеде жақсы көреміз? Жанынан жақсы көремін. Бұлайша айтқанда, Алла разылығы үшін шексіз жақсы көреміз деп бастайық бәрекелді. Енді ардақты ағайын, әрбір үйде дәл қазір мына біздің бәкең болсын, Әли әпкеміз болсын, подарок беріп жатқандар, енді кішкене назар ортаға бір тұрсаңыздар, жалпы ұл қыздарың кішкене жақындаңдаршы екеуіңіз. Боранкүл құдағи, мына жалпы мен ұл қыздарыңыз әдейі жақындап тұрмын. Сіздерді айтады, ата-анамызды дейді, екеуі айтып жатыр, шексіз жақсы көреміз дейді. Иә, бәрекелді, шексіз жақсы көреміз дейді. Мына бір керемет сөз ардақты ағайын. Кім өмірде мәңгілік тұрақтаған, күні жетсе жан тәннен жырақтаған, бастықпын деп, байбын деп кеуде көрме, көрмен төрдің арасы бір-ақ қадам деген ардақты ағайын. Тірі кезінде ата-анамызды сыйлап, жақсы көріп, мынау арнайы маңдайынан сүйіп, анамыздың екі көзін сүйетін болса артық үлкен сауап екен. Мына жалпы бір осы өмірде дін саласын үлкен ағамыз бар, сол кісі айтып жатыр ағайын. Бір күні туған інім менің автокөлігімді сұрап, ата-анамды, яғни менің анаммен өзінің бала шағасын салып Шымкентке бір тойға кетті дейді. Көлігімді сұрады, көлігімді бердім, бірақ екеуі жолға кеткен кезде мен білген жоқпын, анамды соңғы рет көріп тұрғанын сол кезде деп ардақты ағайын. Яғни көлік апатына ұшырап, анасы өмірден өткен екен. Анамды соңғы рет көретінін білгенде мен ол кісінің жылап тұрып табанын сүйетінен деп ардақты ағайын. Өйткені ананың аяғының астында жәннаттың кілті бар дейді. Ақ жаулығын шешпей арын арқалап жүрген аналар деген бар ардақты ағайын. Мына екі мамаларыңыз айтарым, ертеңнен бастап орамал тағыңыздар екеуіңізде. Бүгін той мақұл кешіреміз. Бірақ ана сізден үлгі алады. Біраз жылдан кейін мамаларым орамал таққан жоқ қой, мені тақпақ қосылайын деп. Мынау үлкен батырлардың керемет сөзінде айтады. Басынан орамалды алғанша мен басымды қосып ала сал деген. Сондықтан жас ұрпаққа сіздер тәрбие бересіздер. Айналайын Нұреке, мына сіздің ата-анаңыз жалпы құшақтап ата-аналарымыздың көзінен сүйіп, бір маңдайынан сүйіп қойсақ бәрекелді. Бірінші кезекте, сосын басқасын жасаймыз. Басқаларға үлгі болсын. Кім өзінің үйінде ата-анасын қолын сүйеді? Кім бар өзінің үйінде ата-анасының көзін сүйе алатын жандар бар ма? Бір қолын көтерсін, шағай, мен жақсы көремін деп. Машалла, бар екен, бәрекелді. Тағы да бар ма? Бәрекелді. Азғанда бір 10-15 адам қол көтеріп отыр ағай. Машалла. Міне осыны қалған қонақтар үлгі ретінде көрсетейік Нұреке. Шапалақ қанеке.